Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі тойымды майлар мен белоктарға толы өте тойымды таңғы ас дайындайтын боламыз. Достар, менің каналыма жазылып, лайк басып, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, менің алдағы видеоларымды бірінші болып көретін боласыздар. Бізге ең алдымен осындай нан қажет болады. Оны осылай ұзынша етіп турап аламыз. Егер сіздерде тостер болса, өте жақсы. Тостер де болады. Табамызға бір ас қасық сұйық майды құйып, осылай нандарымызды кішкене қуырып аламыз. Және екінші табамызға керекті мөлшердегі жұмыртқаларымызды жақсылап қуырып аламыз. Қуыратын кезде кішкене астын жай қоссаңыздар, әдемі болып пісетін болады. Жұмыртқаларыңыз бетіне тұз сеуіп, бетін жауып қойсаңыздар, әдемі болып піседі. Міне біздің нандарымыз осылай болды. Енді кезекте мынау менде авокадоны алып, ішіндегі дәнегін алып тастайсыздар. Қасықпен осылай жаңағыдай алып, үстіне тұз және бұрыш дәміне қарай қосасыздар да вилкамен жақсылап тұрып езіп аласыздар. Енді кезекте біз таңғы асымызды жаңағыдай жинайтын боламыз. Ол үшін нанға менде творожный сыр жақтым және жаңаға езілген авокадоларымызды саламыз. Және де руккола шөбі болса өте тойымды, дәмді болып шығады. Егер оны қалауларыңызға қарай қоссаңыздар да болады, немесе ұнатпасаңыздар қоспасаңыздар да болады. Енді осылай шөптерді, руккола шөбін қойып, үстіне жұмыртқамызды осылай әдемі етіп қойып шығамыз. Міне достар, біздің таңғы асымыз дайын болды. Өте оңай, жасап көріңіздер. Ас болсын. Сіздермен болған Фариза Шалқарқызы.